Так, саламатсыздар. Сәлем, Қазақстан дейді. 2020 жылы карантиннен адамдар шыбындай қырылып атқан кезде айтеніп кетті деген айқайлағандарын біледім. Кейін ковид немі табылды, қалай емдеуді үйренді. Енді айтетін пәлен түген дедік. Мына көпір, айтенттің кезіне салынған көпір. Бір ғаламат құрылыс болды, Шымкент қаласы үшін. Нұрсат мөлтек ауданында 3 қабатты көпір. Жалпы осы Шымкент қаласында билігі жүрген адамдар, мен басшылар есіме салсам 79 жыл келдім ғой қалаға. Қазір 44 жыл болыпты. Содан бері із қалдырған басшы Асанбай Асқаров, білесіздер, Дендропарк, Зоопарк, балалар темір жолы. Одан кейін із қалдырған біреу Өмірзақ Шөкеев болды. 2006 жылы анау көл аялдамасындағы абырсып жатқан базарларды 2 айдың ішінде сүріп тастады да қаланың сыртына шығарып тастады. Одан кейін әлгі Даңқ аллеясын, Наурыз паркін салған Мырзахметов халықтың есінде қалды. Қалғандары ешкім есінде жоқ. Кім не білген? Амалбек Тышанов бүгініміз қаланың алғаш әкімі ғой, 90 жылдардың басында. Гүлжан аялдамасының қасындағы жолды кеңейткені бар. Әлі сол жүрместен Амалбек Тышанов бүгін еске түседі. Енді қараңыздар, мынау Айтенов мына көпірмен қаланың тарихында қалды енді. Оны жақсы көріңіз, жек көріңіз. Ол 4-5 мәселе. Мына көпірден ешкім арқалап кете алмайды. Керемет 3 қабатты көпір болды. Мен бұл ауданда, бұл мөлтек ауданда 2006 жылдан бері тұрам ғой. Тура мына жердің рельефін өзгертіп берді мына көпір. Керемет. Мынау астындағы жол Нұрсат мөлтек ауданына барады. Астындегі жол қаланың сыртына қарай кетеді. Неге? Бозарыққа қарай батыс Қытай, батыс Еуропа темір жолына түседі. Ендігі мәселе, мына қаламыздың жаңа әкімі Ғабит Сыздықбеков халықтың есінде осылай қалу үшін не істеу керектігін өткенде қоғамдық кеңесте танысуға келгенде айттым. Ол үшін қазір білесіздер, өткенде президенттің өзі де көтерді. Ғаламдық жалпы жылыну мәселесі, соған қатысты ауыз су мәселесі. Оны бұрыннан баяғыдан футурологтар, ғалымдар айтып бер ғой әлгі. Келесі 3-ші дүниежүзілік соғыс су үшін болады деп. Биыл жазда байқадық, қаламызда су тапшылығы өте қатты сезілді. Жасыл желегі қурай бастады. Дендропарктың өзінде көрдік, 4 скважина қазғанмен ол барын қамтып үлгере алмады. Қала жылдан өсуде. 2018 жылы миллион тұрғынға жетіп мегаполис атанған қалада қазір жалпы ресми статистика 1 миллион 200 мың дейді. Бірақ одан 1,5 миллионға жетіп қалған сияқты. Оны анықтап санаса іс жүзінде. Оған күн сайын қалаға келіп кететін қонақтарды санаңыз, қосыңыз. Жалпы айтайын дегенім, Ғабит Сыздықбеков Шымкент қаласының тарихында есімін қалдырғысы келсе, мен сол қоғамдық кеңесте өзінің көз алдында көтерген мына Сайрам-өгем тауларындағы ары қарап кетіп жатқан тау өзендерін бері қарап бұру керек. Миллион қала үшін ол ештеңе емес. Бюджет, қаланың бюджет көтереді. Оның үстіне Ғабит Сыздықбеков жаңағы сыртқы саясатта істеген трансшекаралық өзендер туралы заңдардан хабардар. Тағы бір Ғабит Сыздықбековке мүмкіндік беретін тағы бір нәрсе, ол үкіметте ұзақ жыл істеуі, қоян қолтық араласып. Сондықтан тау өзендерін жаңағы Тоған бұрған деген жерден бер қарай бұрып, Сайрам суын бірнеше есе көбейтіп, сол суды қалаға келуге толық мүмкіндігі бар. Енді біздіңкі айту парыз,
қалғанын енді Ғабит мырзаның өзіне қалдырамыз шешуді. Арнайы қатта жазып қалдырдым. Несіне қолына тиіп қалар әкім мырзаның. Міне. Ал енді мынау Нұрсат мөлтек ауданы. Мынау жазыл желекте кешіріңіздер. Әзірге су жетіп тұр. Енді тағы біраз жылда оның қалай болары белгісіз. Сондықтан қалай болмасын жаңағы президенттің қыркүйек айында жасаған биыл жолдауын іске асырам десе, Ғабит мырза сол тау өзендерін бері қарай бұруды қолға алу керек. Енді ол таудың үстінде мен сол жақтағы шопандарға видеосында түсірттім, бірнеше видеосын. Шамамен бір 200-300 метр жер арнаны тазартса болды. Ол бұрын осы жаққа қарап құлап, таудың солтүстік жақ беткейіне қарап құлап жатқан өзендер. Бірақ Қоқан заманында болса керек, арнайы әлгі таудың үлкен қойтастарын қойып, арнаны жауып, ар қарай бұрып тастаған. Қазір ол ар су сіңгенге сіңіп жатыр жалпы. Одан өзге де су көздері таудың үстінде жетерлік. Оны тазартуға қаржы бөлінсе, керек етсе ауылдың тұрғындары дайын отыр. Мынаны ол жердегі биік тау шамамен 4 километр биіктікте ғой жаңағы өзендер. Оған мынау кәдімгі құрылысшылар жасай алмайды. Оны тауда өмір бақи тауда жүрген адамдар болмаса, ол жерде мына оттегінің жалпы атмосфералық қысымда өзгеше, адам тез шаршайды, мына үйренбеген адам. Сондықтан әкім мырзаға құлағына алтын сырға осы бейнероликті көріп отқан адам жеткізсе әкімге осыны. Бұл жалпы тек қана әкімнің атын тарихта қалдыру үшін емес, болашақта істелетін нәрсе. Неге оны келешек ұрпаққа қалдыра бермес, оны өзіміз іске асыруымыз керек болатын нәрсені. Ал мынау өмір жол халық өмір жолы атап кеткен Нұрсат мөлтек ауданында аллея. Осы жерде мен 2006 жылы ең алғаш көшіп келген тұрғындардың бірімін. 2005 жылы ол кезде әлгі 25 қазан мереке тойланатын. Облыс әкімі Жылқы Шибет, қала әкімі Жұмжайбет. Тура осы жерде бітті деген бір-екі үйге ордер тапсырғанда мен Жылқы Шибеттің қолынан ордер ағам. Содан бері мынау аршалар өліп қалады деп шыршалар. Ең арзан әкеп қондыра салған ғой. Ана көпшіліктің күне дұға дарыған деген сөз бар қазақта. Өліп қалатын жер деп ек. Қараңыз, қандай қаламыздың ең көрікті мөлтек ауданының біріне айналды. 2016-2017 жылы ма ол шыршалардың арасына мынау аққайыңдарды қондырып еді. Олар тіпті мынау гүлзарымыздың реңіне рең қосып керемет болып тұр. Ендігі бір мәселе, мына бір көшені, нерде шағын көше бар. Мына балалар ауруханасына кеткен мына көше бар. Бұл жерде ардагер журналист Ертай Бекқұлов ағамыз серуенде жүретін. Мен әзілдеп айтатын тұғым, ол мынау аллеяны өмір жолы деп әзілдейді. Мен Ерекеңнің бөр соқпағы деп әзілдейтінем. Осыны Ертай ағаның арғылы қайтыс болды ғой, марқұм. Ертай ағаның атын беріп жіберсек қандай әдемі болатын еді. Осыны журналистерге де бір-екі жиында айттым, бірақ өкінішке орай әзірге қозғалмай жатыр. Облысқа, жалпы елімізге сіңірген еңбегі үлкен ғой Ертай ағаның. Сондықтан бір есте қалдырсақ, мұны журналист әріптестері қолдарында бақ қой. Соны қаттырақ көтерсе қолдары ұзындау бізге қарағанда, әкім қараларға жеткізіп сол мәселені көтерсе болатын еді. Ерекеңнің шәкірті Серқали Жексенбай бауырымыз қолға аламыз деп еді. Әзірге хабарсыз, ол кісі де мынау кегітірліктен шығамай жатқан шығар. Әлде бюрократиялық кедергілер ма, ұлттар жылдығасында Ерекең Серқали Жексенбаев айтқан ем осыны.
жаңа Ерекең бөр соқпағына Ертай Бекқұлов атындағы көшеде берсек деп қандай нұр үстіне нұр болатын еді. Жарайды, мәселенің бәрі судан шықты ғой. Ал Ғабит Сыдықбек әкімге мен сәлем жеткізіңдер. Қолдарыңыздан келгені мені хат жаздым ғой, енді шақырса, қолына тисе, тиіп шақырып жатса, барып картамен түсіндіріп, бейнероликтердің бәрін көрсететін. Егер қолыңыз ғой, вертолетпен барып көріп қайтуға да қиын емес әкім үшін, мегаполистің әкім үшін. Бір 2 сағат, 3 сағатқа бір вертолет алу қиын емес шығар деп ойлаймын. Сондықтан бәріңіз енді тоған бұрған мәселесін көтеріңіздер. Мынау бұл сіздердің балаларыңыздың болашағы үшін, немерелеріміз үшін. Біздің заманымызда әзірге ауыз су жетеді. Ал немерелерге ауыз су бола ма, болмай ма, ол үлкен сұрақ. Мынау қазір көріп отырсыздар, қырғыз бен тәжік арасында, өзбек пен қырғыз арасында, өзбек пен тәжік арасында, оған қоса ауғандықтар арасында осы ауыз су мәселесіне, тау өзендері мәселесіне қатысты кикілжіңдер туып жатыр. Әзірге олар локалды ғана сипатқа ие, ал су тапшылығы қатты сезіле бастаса, ол өңірлік бүкіл орталық Азияға жайылып кетуі мүмкін. Сондықтан ертерек қамданып, мына тау өзендерін бері қарап бұрып алу керек, ағайындар. Назарларыңызға рахмет. Так, мына жерде көрген